Келесі 1190 есебіміз. Біріншісін шығарайық. Осы сәулесі АО бұрышының биссектрисасы. Яғни биссектриса бізде АО бұрышын қақ екіге бөледі. Яғни АО-сы мен СО бір-біріне тең деген сөз. Бұрыш АО-сы мен бұрыш СО тең. Биссектриса бұрышты қақ екіге бөлді. АО бұрышының градустық өлшемін табыңыз. АО деп отқанымыз АО-сы мен СО-ның қосындысына тең. Сонда бұрыш АО ол тең бізде бұрыш АО-сы мен бұрыш СО-ның қосындысы. Ол екеуі бір-біріне тең дедік, яғни 45 градусқа тең. 45 градус қосылған 45 градус, сонда нәтижесі 90 градусқа тең екен. Екінші есебін шығарайық. Екінші есепте берілген бұрыштың биссектрисасын оның қабырғасын мен 35 градус құрайды. Берілген бұрыш неше градусқа тең. Дәл осындай есеп, тек қана мына жеріміз 35 градус құрайды екен. Сонда 35 градус қосылған 35 градус, сонда нәтижесі 70 градусты құрайды екен. Келесі 1191 есебіміз. Сағат 6-ны көрсеткенде оның сағаттық және минуттық тілі неше градуста орналасады? Ол бұрыш қалай аталады деді. Сағат салып көрейік. Сағатымыз 12, 3-ті және 6-ны 9-ды белгілейік. Енді осы жерде сағатымыз 6-ны көрсетсе дейді. 6 дегеніміз былай орналасады, яғни минуттық тілі, бізде минуттық тілі, секундтық тілі болсын. Сонда біздегі сағатымыз 180 градусты қосады. Яғни 180 градус дегеніміз жазыңқы бұрышты құрайды екен. Сағат 6 болғанда жазыңқы бұрыш шығады. Келесі 1192 есебіміз. Есепті теңдеу құру арқылы шығарыңдар деді. НОК бұрышы тең бізде 120 градусқа. Енді оның ішінде ОД сәулесі жүргізілген. МОД бұрышы ДОК бұрышынан 5 градусқа үлкен. Яғни бұрыш ДОК-ны біз X деп белгілейтін болсақ, ал МОД X қосылған 50 градусқа тең екен. ДОК бұрышы неше градусқа тең деді. МОК дегеніміз МОД мен ДОК-ның қосындысына тең. Сонда ДОК мен бұрыш МОД-ның қосындысына тең. Енді бар мәліметтің бәрін жазайық. МОК деген отқан 120 градусқа тең дейміз. ДОК деп отқанымыз X-қа тең қосылған, ал МОД дегеніміз X қосылған 50 градусқа тең. Сонда X-ке X қосақ 2X болады тең. 120 градустан 50 градусты азайтатын болсақ 70 градусқа тең. Сонда X тең 70-ті бөлеміз 2-ге 35 градусқа тең. Яғни біз ДОК-ны X-ке тең дедік, ол сонда 35 градусқа тең. Бұрыш ДОК 35 градусқа тең болады. Келесі 1193 есебіміз. 7-10 суретте ЕОП 110 градусқа тең. Бұрыш ЕОП 110 градусқа тең екен. Келесі бұрыш НОЦ
ол бізде 130 градусқа тең. Енді НОП бұрышының градустық өлшемін табыңыздар дейді. Бізде ЕОП деген отқамыз, ЕОП бұрыш, ол ЕОН бұрыш, ЕОН мен бұрыш НОП-ға тең, НОП-ға тең. Ал бұрыш НОФ деп отқамыз, ол дегеніміз бұрыш НОП мен бұрыш ПОФ-ке тең. Енді екі бұрышты қосып жазайық. Сонда бұрыш ЕОП бір қосылған НОФ деп отқанымыз, ол бұрыш ЕОН қосылған НОП қосылған бұрыш НОП қосылған бұрыш ПОФ-ға тең. Екі бұрыштың қосылысы. Енді бар мәліметтерді қосып жазайық. ЕОП деп отқанымыз 110 градусқа тең. Қосылған НОП деп отқанымыз 130 градусқа тең. Тең бізде бұрыш ЕОН, НОП және ПОФ деп отқан аралық 180 градусқа тең. Себебі бұл жазыңқы бұрыш. Бұл жерде бізде НОП ғана артық болып тұр, ал мына үшеуінің қосындысы 180 градусқа тең. Онда жазайық 180 градус қосылған бұрыш НОП деп. Енді осы жерден НОП-ны тауып алсақ болады. Екеуінің қосындысы бізде 240 градусты береді. 240 градус азайтылған 180 градус, ол бізде бұрыш НОП-ға тең. Сонда бұрыш НОП деп отқанымыз 140-тан 180-ді азайтатын болсақ 60 градусқа тең екен. Келесі 1194-ші есебіміз бұрыш ЕОП 90 градусқа тең. Ал ОД сәулесі ЕОП бұрышының ЕО және ДО бұрыштарына бөледі дейді. Сонда бұрыш пайда болады бізде ЕОД және бұрыш ДОФ деген. Енді ЕОД бұрышының градустық өлшемі ДОФ бұрышынан 2 есе кем дейді. Сонда ДОФ 2х болатын болса, ЕОД деп отқанымыз х-қа тең екен. Енді екеуінің қосындысы бізде 90 градусқа тең. Бұрыш ЕОД қосылған бұрыш ДОФ, ол бізде 90 градусқа тең. Енді ЕОД дегеніміз х-ке тең дедік, қосылған ДОФ дегеніміз 2х-ке тең дедік, ол тең 90 градусқа. Осы жерден х табылады. Сонда 3х-іміз тең 90 градусқа. Х тең сонда 30 градусқа. Бізде бұрыш ЕОД ол х-қа тең дедік, 30 градусқа тең екен. Ал бұрыш ДОФ дегеніміз 2 көбейтілген 30-ға тең, оның нәтижесі сонда 60 градусқа тең болады екен.